Қытайлықтар мен еуропалықтардың теңіз саяхатының айырмашылығы неде? Қытай теңіз саяхатының басталуы. Қытайлық теңіз саяхатының тарихы еуропалықтардан әлдеқайда ертерек басталды. Қытайлықтарда теңіз саяхаты Чжоу әулеті мен Мин әулетінің билігі кезінде танымал болды. Еуропалық теңіз саяхатының басталуы. Еуропалық теңіз саяхатының тарихы ежелгі гректер мен римдіктер заманынан бері басталды. Олар 15 ғасырдың аяғында португалдықтар мен Колумбтың арқасында теңіздер мен мұхиттарды белсенді түрде зерттей бастады. Қытайлық теңіз саяхатының мақсаты қытайлықтар өздерінің ықпалы мен сауда байланыстарын кеңейту үшін жаңа сауда жолдарын іздеді. Қытайдың теңіз саяхаттары көрші елдермен және көрші халықтармен достық қарым-қатынас орнатуға аса назар аударды. Еуропалық теңіз саяхатының мақсаты Испания, Португалия, Ұлыбритания, Франция, Голландия сияқты еуропалық халықтар экспедициялау жүргізіп, әлемнің басқа бөліктерінде жаңа сауда жолдарын іздеді, жаңа жерлерді отарлау мен миссионерлік қызмет атқарды. Қытай мен еуропалықтар теңіз саяхаттарының зерттеген географиялық аймағы. Еуропалық теңіз саяхаттары кеңірек болды. Ол әлемнің көп бөлігін, оның ішінде Африка, Америка, Азияны қамтыды. Қытайдың теңіз саудасы оңтүстік-шығыс Азияда, Үнді мұхитында және Парсы шығанағында шоғырланды. Қытайлық теңіз саяхатының жетістіктері. Қытайлық штурмандар Чжанхэ мен Чжанхо жүзу кезінде айтарлықтай жетістіктерге жетті. Олар әртүрлі теңіз жолдарына жетіп, басқа елдермен, колониялармен сауда байланыстарын құрды. Қытайдың теңіз саяхатындағы инновациялары өз уақытында маңызды болды. Бірақ Қытай флоты 15 ғасырда дамуын тоқтатты. Қытайлық теңіз саяхаттары жонка сияқты дәстүрлі кемелерді пайдаланумен ғана шектелді. Еуропалық теңіз саяхатының жетістіктері. Кристофер Колумб, Васко да Гама, Магеллан жаңа аумақтарды ашып, сауда серіктестерімен байланыс орнатты. Еуропа халықтары кеме жасауды, инвестициялауды және дамытуды жалғастырды. Кемелерді белсенді түрде дамытып жетілдірді. Үлкен, жылдам және сенімді кемелер құрып, оларға алыс елдерді жаулап алуға және жаңа жерлерді ашуға мүмкіндік берді. Теңіз карталары мен навигациялық құралдар жақсарды. Қытайлық теңіз саяхаттарының әлемге тигізген әсері. Қытайлық теңізшілердің аттары әлемдік тарихта еуропалық саяхат сияқты айтарлықтай әсер еткен жоқ. Қытайлық саяхаттар дипломатия мен зерттеулерге көбірек көңіл бөлінді. Ал еуропалық теңіз саяхаттарының әлемге тигізген әсері. Еуропалықтар жаңа жерлерді әртүрлі мәдениеттер мен халықтармен бетпе-бет келді. Олармен сауда байланыстарын орнатты, жерлерді отарлады. Жаһандық тарихқа және навигация мен ғылымдардың дамуына үлкен әсер етті. Достар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.